Баршаңызға сәлем. Бүгін каналда қарастыратын контекст тапсырмамыздың аты көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы деп аталады. Оқушы физика сабағында көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы тақырыбында компьютерлік бағдарлама арқылы виртуалды зертханалық жұмыс жасады. Сонда ол берілген қозғалыс кезінде бастапқы жылдамдықтың 10 метр секунд пен 60 метр секунд аралығында, ал дененің массасын 0,1 килограммнан 0,5 килограмм аралығында мәндерін таңдай алатын көз жеткізеді. Енді осы берілген контекст тапсырмасына байланысты бізде 5 сұрақ берілген екен. Біріншісі, тәжірибе кезінде дененің бастапқы жылдамдығын OX осінде құрауышын тап дейді. Ол үшін біз графикке назар аударамыз. OX осінде құрауышы бізде қаншаға тең болып тұр екен? 20-ға. Олай болса 20 деген жауап ол B жауабына сәйкес келеді. Келесі, дененің толық ұшу уақытын тап дейді. Біз білеміз, дене жоғары қарай көтеріледі және төмен қарай түседі. Яғни мына нүктені А нүктесі дейтін болсақ, осы нүктеге дейін дене көтеріледі. Одан кейін біз дене істейтін түседі. Көтерілу уақыты мен түсу уақыты бір-біріне тең екендігін ескеретін болсақ, олай болса біздің Т ұшуымыз неге тең болады екен? 2 Т көтерілуге. Біздің жағдайда берілген екінші график бойынша қарайтын болсақ, А нүктесінде біздің жылдамдықтың Y құрауышысы 0-ге тең. Ол қанша секундқа сәйкес келеді? 5 секундқа. Демек көтерілу уақытымыз бізде 5 секунд екен. Олай болса, Т ұшуды табу үшін біз 2-ге көбейтеміз. Сондықтан да біздің жағдайда ол 10 секундқа тең болады. Келесі есебіміз дененің жер бетіне ұшу мезетіндегі жылдамдығын тап дейді. Яғни бастапқы жылдамдықты. Бастапқы жылдамдықты табу үшін мен екі формуланы қолданамын. Біріншісі, көтерілу уақыты бізде V0 көбейтілген синус альфа бөлінген G деген формуланы қолданайық. Екінші жағынан V0 X дегеніміз X бағытында құраушыны тапқан кезінде ол V0 көбейтілген косинус альфа еді. Енді Т көтерілуді V0 X-ке бөліп көрейін. Сонда V0-лар қысқарып кетеді. Менде синус альфа бөлінген G көбейтілген косинус альфа болады. Синус альфаның косинус альфа қатынасы бізге тангенс альфаны береді. Олай болса, Т көтерілу бөлінген V0 X тең болады тангенс альфа бөлінген не болады екен? G. Осыдан тангенс альфаны табатын болсақ, тангенс альфа тең болады G көбейтілген Т көтерілу бөлінген V0 X. Орнына апарып қоямыз. 10 көбейтілген көтерілу бізде 5 секунд еді, бөлеміз қаншаға? 20-ға. 2,5. Енді альфаның осы мәнін қарайтын болсақ, арктангенс альфаның мәнін қарағанда 2,5-ке сәйкес келетін мән қанша градус екен? Ол 68 градусқа сәйкес келеді екен. Ал енді V0 табу үшін төбедегі формуланы қолданамыз. V0 тең болады Ж көбейтілген Т көтерілу бөлінген синус альфа. Орнына апарып қоямын. Сонда тең болады 10 көбейтілген менің жағдайымда синус 68 градуста бізде қаншаға тең екен? Синус 68 градуста сәйкесінше 0,927-ге тең екен. Сондықтан да 50-ді бөлем 0,927-ге менде шығатын мән 53,9 екен. Демек те осы жауабымыз сәйкес келеді Д жауабына. Келесі, дененің максимал ұшу алыстығын тап дейді. L-ді табу үшін V0 X көбейтілген Т ұшу деген формуланы қолдансақ жеткілікті. V0 X бізде 20 метр секунд. Көбейтеміз Т 10 секундқа. Қысқарып кетеді, сонда секунд пе секунд 200 метр болады. Ол бізде С жауабы. Соңғы сұрағымыз, дененің қозғалыс траекториясының ең жоғары нүктесінде потенциалдық энергиясын осы нүктедегі кинетикалық энергиясынан қаншаға артық деген сияқты. Олай болса, потенциалдық энергияны табу үшін біз mg көбейтілген hmax деген формуланы қолданамыз. Енді бізде максимал биіктікті табу үшін қандай формула бар еді? Яғни ол тең болады V0 квадрат көбейтілген синус квадрат альфа бөлеміз 2G деген формулаға қолданамыз. Бізде синус альфаның мәнін көп тапсақ та болады, болмаса Т көтерілудің формуласынан мен V0 көбейтілген синус альфаны бірге тауып көрейін. V0 синус альфа бөлінген 2G. Осыдан, яғни G деген, осыдан V0 синус альфаны табатын болсам, V0 көбейтілген синус альфа тең болады екен Ж көбейтілген Т көтерілген.
жоғарыдағы формулаға апарып қоятын болсақ, g квадрат көбейтілген t көтерілген квадратын бөледі екенбіз екіншіге. G-дің біреуі қысқарып кетеді, сонда g көбейтілген t квадрат, t көтерілген квадрат бөледі екенбіз екіге. Орнына апарып қоямын, 10 көбейтілген 5-дің квадраты бізде 25 бөлінген 2 тең болады екен 125 метр. Жоғарыдағы формулаға қойсақ, 0,5 етіп массамыз көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз 125-ке. Сонда тең болады екен бізде 625 джоуль. Дәл осы мезеттегі кинетикалық энергиямыз неге тең? Кинетикалық энергия бұл жағдайда жылдамдықтың y бағытында құраушысы 0-ге тең болғандықтан да m көбейтілген v нолевой x-тің квадратын бөледі екенбіз қаншаға? 2-ге. Осы формула бойынша тапсақ 0,5 көбейтілген 20-ның квадраты 400 бөледі екенбіз 2-ге. Сонда тең болады екен бізде 100 джоуль. Енді қаншаға артып кетті? Әрине потенциалдық энергия көп, сондықтан да потенциалдық энергияның кинетикалық энергиядан айырмасы бізде 525 джоульға тең болады. Міне осымен бүгінгі видео сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.